жазып отырыңыздар. Ал ендеше бастайық бүгінгі түсірілімді. 750 теңгеден деп тұр, көбірек алса 700 теңгеден береміз деп тұр. Аралас шөп мына жерде. Сәмбегі де бар. Құмай. Жоңышқасы аралас дейді ішінде. Базар. Жоңышқа қаншадан? Жоңышқа аралас шөп. 700-ден тоже. Жоңышқа аралас шөп па? Бұл да 700-ден. Хабарласыңыздар 775, 745, 46, 34. Кенжебек. Доставка жағы қалай болады? Көп алса өзіміз жеткіземіз. Осы баған ішінде ма? Иә. 650 теңгеден қырдың шөбі. Кесіп береміз деп отыр бағасын түсіріп. $900 теңгеден 3-ші орын екен жоңышқа. $850 теңгеден жоңышқа. Мына нешінші орын? 3-ші орын ба? Майда екен, таяқтары да. Орғашы құлындар 160 деп тұр. Орғашы құлын екен, бір шеттегіз. Арғаларда 160-нан 165-нан деп тұр. Беріксі еркек. 3-4 айлықтар. Арғысы еркек ба? Еркек екеуді, еркек. 160 істеді. 300 мыңнан деп тұр тайды. Еркек тай екен. Аяқтар ұзын. Бір жасар ма? Сауда болды ма азанға? Сауда болды. Қаншадан қайтты? 250-ден ба? Берген жоқсыз ба? 250 мыңға бермеген екен. Ұрғашта 230 мың деп тұр. Ана қатарса бермін. Жабағылар қаншадан? Жабағылар 160 ұстан. Жабағылар ма? Неше айлық бұлар? 3 айлық ба бұлар? Қолдар екен ба? 165-тен деп тұр. Қайда ана балдар дені едір ағана кетті. Тайда 300 мың деп тұр. Арғын 200 мың деп тұр. Қолында. Еркек қолына екен. 200 мың деп тұр. Тайда еркек екен, қолында еркек. Еркек қолынға сауда болып отыр. Айналдырып көріп отыр, қазір көреміз. Қанша болған сауда бітсе. 160 деген сауда болды, берген жоқ. 200 деп тұрған қолын. Олар 180 деп тұр. 280 мың деп тұр. Байтал екен. Айғырдан шыққан. Ноқта жуасы дейді. Азаң сауда болды ма? Қанша берді азаң сауда? 260 мыңға сауда болған,